Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев 2025 жылға дейін қаланы 100% газбен қамту міндетін қойды. 2020 жылы бұл меже 99%-ға орындалды. Діттеген мақсатқа қол жеткізу үшін қажетті жұмыстар қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. 2019 жылы 2806 үй үшін көгілдір отын қол жетімсіз еді. Ал 2020 жылы 2318 үйге газ құбыры тартылды. Көгілдір отынмен қамтамасыз етуде аз қамтылған отбасыларға ерекше қолдау көрсетілді. 2020 жылы қала әкімдігі Халық банкі мен тұрмысы төмен отбасыларға ақысыз негізде газ құбырын кіргізу туралы меморандум жасасты. 2020 жылы мұндай санаттағы 92 отбасының 71-не газ ақысыз тартылды. 21 отбасы 2021 жылғы ақпан айының соңына дейін қамтылады. Мен білмедім газды ешқандай. Сөйтсем өзіме тегін екен, рахмет, тегін түсіріп берді. Рахатымен көріп жатырмын газдың. Мегаполисті 100% газбен қамту қала экологиясын жақсартады.